Сәлем достар, бүгін мен сіздерге үйде оңай дайындалатын мини пицца рецептімен бөлісемін. Бұл пицца отбасыңызға немесе қонақтарыңызға ұнайды. Бұл мини пицца студенттер және оқушылар сүйіп жейтін магазиндегі сол жұмсақ дәмді пицца. Енді бүгін сіздермен бірге осыны үйде дайындауды үйренеміз. Ең алдымен 10 граммдай ашытқыны осындай бөлек ыдысқа салып ашытамыз. 2 осындай кішкентай қасық қант салдым. Және де кішкене су саламыз. Жылы жерге 10-15 минутте қойып қоямыз, және ол көтерілетін болады. Егер де сіздер осындай құрғақ дрожжи қолданатын болсаңыздар, кез келген ашытқан қамырын осылай жасаңыздар, сол кезде қамырыңыз әдемі шығатын болады. Мінекей ашытқымыз да дайын болды. Ал енді қамырына кірісеміз. Ең алдымен кішкентай қасықпен 1 қасық тұз, сүт, су салдым, жылы су. Барлық заттарды астына жазып кететін боламын. Ашытқында саламыз. Және осындай 2 үлкен ас қасықпен май салдым. Ұнымызды да саламыз. Бұл жерде мен 500 граммдай ұн қолдандым. Осындай 10 граммдай разрыхлитель, бірақ бұл жерде менде 5 граммдай қалған екен. Мінекей барлығын салып алдық. Енді жақсылап бір әдемілеп қамыр илейміз. Бұл жерде менде 500 граммдай ұн қолдандым. Сіздер өздеріңіздің қамырларыңызға қарай қолданасыздар. Кез келген ашыған қамыр жұмсақтау болғаны дұрыс, сонда көтеріліп қамырларымыз әдемі болып пісетін болады. Неге қамырымызды илеп алдық. Енді соңында осындай сұйық маймен жақсылап үйін қандырып қойса, қамырымыз әдемі болады. Қамырымызды енді жылы жерге 20 минуттай қоямыз. Мен осындай үлкен ыдысқа жылы су салып, соның ішіне қойып қойдым. Осы әдісті қолданып көріңіздер, қамырыңыз тез ашиды. Енді қамырымыз көтерілгенге дейін үстіне салатын соустарымызды дайындап аламыз. Мен осындай ең оңай тәсіл, яғни майонез бен кетчупты қолдандым. Үлкен 4 ас қасықпен майонез және сол мөлшерде кетчупты араластырып дайындап аламыз. Кетчуптың небәрі көп болғаны дұрыс, сол кезде пиццаларымыз әдемі дәмді болып шығады. Менің кетчупым аздау болып қалған екен, тағы да кетчуп араластырып, соусты осылай дайындап қойдым. Салмасына мен колбаса қолданатын боламын, өйткені бұны балдар үшін дайындап жатқандықтан, балдар бізде колбасаны жақсы көреді. Біле білсеңіздер, магазинде сатылатын пиццалар дәл осы рецептпен дайындалады. Ал сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты фарш қолдансаңыздар болады, немесе помидор, жалпы үйде не бар, барлығын қолдана беруге болады. Колбасаны осылай 4 бұрыштап турап алдым. Жалпы осы пиццаны біз студент кезімізде көп алып жейтінбіз. Бұл пицца барлық адамға таныс болса керек, өйткені сабақ оқитын студенттер болсын, оқушылар болсын, осы пиццаны сүйсініп жейді. Және де мен әдемілік үшін осындай жасыл бұршақ қолдандым, яғни горох. Горохтың орнына негізі қияр да пайдалануға болады. Ірімшікті осындай үкіштен өткізіп дайындап аламыз. Ірімшік дайын болды. Қамырымыз да оған дейін көтеріліп қалған екен. 20 минуттан кейін қамырымыз осылай көтеріледі. Қамырымызға тағы да сұйық май қосып, тағы бір рет осылай араластырып қоятын боламыз. Тағы да бір 20 минутқа жылы суға салып қоямыз. Сол кезде қамырымыз үлпілдек болып көтеріледі. Мінекей қамырымыз 20-25 минуттан кейін тағы да осылай әдемі болып көтеріліп шықты. Ал енді пиццаларымызды дайындауға кірісеміз. Мен бұл қамырдың жартысынан 6 осындай мини пицца шығардым. Және жартысын өзімізге арналған фаршпен пицца істедім.
Осы қамырдың жартысын 6 бөлікке бөліп алдым. Яғни 6 мини пицца шығатындай. Мінекей қамырымызды осындай кішкентай 6 бөлікке бөліп дайындап алдым. Егер қамырымыз жұмсақ болса, үстінен осылай бассақ та болады, немесе оқтаумен осылай жайып алсақ та болады. Енді противеннің үстіне осылай қамырларымызды дайындап аламыз. Және де кішкене демалдыруға қойып қоямыз. 10-15 минутқа осылай демалдырып қойсақ, тағы да қамырларымыз үлпілдек болып шығатын болады. Осылай ерінбей қамырды істейтін болсақ, қамырларымыз әрине барлық адамда да ұқсап шығады. Қамыр дайын, енді үстіне соусымызды саламыз. Енді үстіне салмасын саламыз, колбасаларды және горохты салып, печкаға пісіруге жібереміз. Бұл кезде ірімшікті салмай тұрамыз, өйткені ірімшік күйіп кетуі мүмкін. Мінекей дайын болды. Енді печкаға 20-25 минутқа пісіруге жібереміз. Осылай пісіп шыққасын, үсті және асты піскесін барып, ірімшікті үстіне саламыз және 5 минутқа немесе 3 минутқа қойып аламыз. Менде әсел печка болды. Білесіздер, әсел печкасы тез қыздырып жібереді. Әсел печкаге көп қоймаймыз, көп ұстамаймыз. Мінекей бүгінгі біздің балалар және ересек кісілер сүйіп жейтін мини пиццаларымыз дайын болды. Дәл сол магазиндегідей жұмсақ, әрі дәмді болып шыққан. Осылайша балдарыңызға немесе осылай үйде отырған аналарға магазинға өтіруге де керемет бизнес деп ойлаймын. Дайындап жасап көріңіздер және пікірлеріңізді осы видеоның астына жазып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымды қолдап отырыңыздар. Қазақша контенттің дамуына сіздер де үлесіңізді қосыңыздар. Қош сау болыңыздар.